Бұйыртса сіз Тілеужан тойына шақырам. Мен де әкесі өскенде мысалы. Анам мысалы естімейді, сөйлемейді де, бірақ ешкімнен кем қылып отқан жоқ та. Барын әтір беріп отыр. Талпынысың ұнайды да маған. Ақша сұрап, болмаса бірдеңе сұрап келген жоқпын. Сенімен тікелей сөйлесіп, әңгімелесіп, мысалы видеоларды қалай жүргізуге болады. Мысалы тойға ешкім ставка алмаймын да. Халықтың берген аламын. Ол берген ақша анама кетеді да. Сенен тек қана бір-екі материал үшін келдім. Сонау жерден мысалы тоқтаған жоқпын. Бәрі айтты, не істейсің? Кішкентай бала ғой деп. Сенің алға деген талпынысың қызық та. Енді сенің жеткен жетістікке мен де жеткім келеді. Аллаға шүкір, қазірдің өзінде анамды ешкімге алақан жайдырып жатқан жоқпын. Шүкір, бірақ ізденіп жатырмын да. Мысалы сен рекламаңды сатып білесің ғой. Мен циркімді сатып білгім келеді да халыққа. Сол жағынан келдім да саған. Қазір мысалы Астанаға келіп, Астанада ешкім жоқ, танымаймын да. Амал жоқ, бірақ кездесу керек. Балдардың бәрі жазып жатыр. Қой, таста, не істейсің? Кішкентай бала ғой деп. Ол бәрі сені қаламайды да, ол қабылдамайды да ол. Бірақ Аллаға шүкір, риза болдым. Андай тәкаппар емес екенің, кәдімгі жоқтан көтеріліп келе жатқаныңа мен риза болдым. Сізге қалай көмектесе аламын аға? Инстаграммен көмектесе аламын. Менде үлкен аудитория бар. Мынау ағамыз 7 сайдан келген ғой, мен іздеп. 15 күн жүрдіңіз ба аға? Ешкімнің сөзіне қарамаған, жақындар айтқан кішкентай бала ғой, оған бар. Не ақыл сұрайсың одан деген ғой. Мен бұл салада жүргеніме 7 жыл болды, блогерлықта. Мен білем, қалай видеоны аттыру керек, қалай дамыту керек аккаунтын, барлығын білем мен, қыр-сырын. А бұл кісі соны біліп, маған кеңес алуға келіп тұр ғой, просто бір-екі ауыз сөз. Мен өзім 12 жылдан бері той саласында. Просто қазіргі таңда бәрі әлеуметтікке жатып қалды да. Видео түсіріп тұрасыз ба жиі? Монтаж ондай білмеймін. Қалай бар, солай салып жүремін бұл. Жүріңіз, машинаға отырайық. Машинасы жүргенсіз? Иә. Жүріңіз, жол бойы әңгіме соғып барамыз. Мен өзім мысалы 92 болсам да, бірақ менің істемеген нәрсемді істеп тұрсам да сен. В общем, ағамыз цирктан таланты бар екен. Қылыш жатам дейді, шегеге жатам дейді. Бір өнеріңізді көру керек еді аға, иә. Мен сізге көмектесейін. Мен сізді отмечать етемін. Мен аудиториям қатты қолдайды негізі. Өте қатты қолдайды, білесіз ғой? Білемін, иә. Барлығы өзіміз сияқты қарапайым адамдар. Мысалы Астанаға кеттім ғой, күндіз-түні анаң андай да. Басқа ешкім звондамай ма? Жоқ, басқалар андай қылып звондайды ғой. Күліп жүрсің, мысқылдап, ешқайда жете алмайсың деп ше. А бірақ анам біледі да. Не істесең де қолдаймын дейді ма? Қолдаймын дейді. Ең бастысы жаман жолға түсіп кетпе балам дейді да, болды. Ішіп кетпе, болды. Қай кезден бастап көресіз мені? Ауылда вайнды түсіретін кезден бастап көремін. Қасында досың маған көтеді. Ерлан ба? Сар ма? Талан бір питаш кете жүрген жоқсың ғой? Иә. Сол өтеді. Ерлан деген досым ғой мен. Ақ көңілді күштегі андай ғой. Ерекше қызықты қылып түсіру керек та видеоны. Басында хук деген нәрсе болады. 3-4 секунд ұстап қалсаңыз, әрі қарай адамдар көреді оны. Сосын монтажды сәл үйреніп алу керек та. Мынаны білесіз ғой аға? Білемін, зигзаги. Көрші аға видеодан. Осылай тойға шығасыз. Маған келатқанда бір тойға кіріп шыққан ғой ағамыз Таразда. Қанша теңге берді аға? Халықтың түскен аламын ғой, мен 15 мың теңге түсті. Төлемесе ше? Төлемесе де реніш жоқ. Ризық Алладан ғой. Ризамын аға. Мен де ризамын сізді көргеніме. Бұйыртса осы видеодан кейін тойларыңыз көбейеді. Әмин, айтқаным келсін. Ниетіңіз ақ екені көрініп тұр аға. Түріңіз қап-қара болса да. Бүгін сағынсың да негізі. Болды. Ол жасқаны көрсін, басқасы қайтамын десем. Жетісайдың өзінде тұрасыз ба сонда? Ауылында тұрамын, Ильичте, Атакент, Игілік деген ауыл ғой, комитет. Бұрынғы комитет, қазір Игілік. Сол Мақтаралдың жігіттерімен мен класстастарым бар, 92-лер. Ақша жинап өздері анама маған баспана 2 бөлмелі пәтер сыйлады да. Қазір сол үйде тұрып жатсыздар? Сол үйде тұрып жатырмын, иә. Мынау қанша гигабайт? 128. Мен бастаған кезде мен 16 гигабайтпен бастағанмын ғой аға. Мен бір видео түсірем, екінші видео түсіру үшін ана видеоны удалить етуім керек, потому что память жоқ та. Көрдіңіз ба? Сұлтан деген класстасым бар, сол алып берді кредитке ше. Мен қазір бір жерге кіріп шығайын аға, сосын тамақ ішейік барып. Жаңағы ағамызға iPhone 17 су жаңа. Үшін төледік, кеттік. Ал әңгіме айтыңыз аға. Мен 8-ші класстан кейін мектеп оқымадым да. Жұмыс істедім. Ташкы сүйредім, тойлаға да шықтым, самса да саттым базарда. Аллаға шүкір, ешкімнің кем қылмады да анам. Жаман емеспіз қазірдің өзіне. Анам қасымда, Аллаға шүкір. Менің барымда, нарымда, мотивациямда сол кісі. Анама не апарсам да, 100 теңге апарсам да, шүкір. Альхамдулилля, адал апаратым да. Ең бастысы адал апарат. 1000 теңге үстінде досын сатып жүргендер де бар ғой. Ақша үстінде мысалы, нанымда адал да болдым. Мұрныма шеге тығам, араның үстіне жатам. Мысалы, тістің бәрі оттан кетті. Ана от сала беруші мысалы. Мен не істесем де, адал еңбегіме анам үшін істеп отырмын. Ризық беруші Алла, ризықты алушы да Алла ғой. TikTok'та да белгілеймін, Instagram'да да белгілеймін сізді. Қолдайтындар, қолдайды. Жанболат ағамыз. Қолды қайырқы, үйреніп алыпсыз ғой. Сапалы видео түсіруге тырысыңыз. Осы бақын сізге аға, анаңызға да біреуін әкеп қойды. Ал мынау менің атымнан аға. Мәніз. Аға, бергеліңіз. iPhone ұстап көргенсіз ба? Мынау сізге аға. Осыншама жол жүріп келдіңіз, қаншама. Мынау менен сізге қолдау болсын. Бүгін қонағымсыз.
Соған ауыр болып кетеді ау. Мен бұл ештеңе жоқ просто. Жоқ, бұл менің атымнан сыйлық, сіз мен қонағымсыз. Осымен контент түсіресіз ғой енді аларсыз. Менің поддержкам осы болсын, сізді отмечать етіп кетемін. Рахмет. Ашыңыз аға. Жоқ, өзіңіз ашыңыз, өзіңіз. Ой, аға болаймыз. Мынаны жыртасыз былай. Ол жасыл түс. Ой, тіріліп тұрайын. Тосын, давайте. Бұйыртса сіз Тілеужан тойына шақырам. Шоу көрсетесіз бе, Алла жазса? Шоу көрсетеміз. Бұйыртса Тілеужанның тойына да шақырам бұл кісіні. Мен үшін қаншама жол жүріп келген. Бірақ нәрсе менің жүрегіме жеткені, мен бұның барлығын анам үшін істеп жатырмын дейді.